вообще ояншы, вообще маған алдыға жүр деді ғой. Күте тұр. Бір видео түсіре қойын десең осы ғой. Игра в кальмара. Вообще! Бері кел. Ну точно аномалия. Долбоёб, сука! Бәріңе сәлем достар, сендермен бірге амандық және де біз бүгін Шинкансен 0, яғни пойыздың ішінде аномалия іздейтін боламыз. Аномалия туралы ойындарға өзім жақында келген болатын, бірақ соншалықты қызық екенін білмедім. Давайте басынан бастайық. Новая игра. Бір рет тест версия көрдім, 2 рет ойынның дауысы қалай шығып тұр деп. Тек мына бірінші вагоннан асқан жоқпын. Өйткені бірінші вагонда аномалия бізде мүлде жоқ. Ойынның барысында біз пойыздың ішінен шығамыз. Бәрімізге таныс пойыздың іші. Так, егерде аномалия көрсеңіз, артқа қарай қашыңыз. Все, жақсы, түсінікті. Мына жерде барлығының орындарымен жаттап алу керек. Мужик отыр, қолында чемодан. Кешіріңіз, бір қарап жерсем бола ма? Так, мен артымда біреу жүрген сияқты еле, мен өзім шақтарым ба? Аяғым қайда менің? Жақсы. Бәрі өздерінің орнында ешкім жоқ па сонда? Так, мұнда 2 адам отыр. Мыналарды көрдім мен, ар жақтағы мужикпен мыналарды көрдім, бірақ олардан басқа ешкім жоқ па сонда? Мына вагонның ішінде өзім ойладым. Бірақ мынадан ары қарай кеткен жоқпын, өйткені мына пойыздың шумының дауысы кәдімгідей бұл жерге атмосфера беріп тұр. Бір бала отыр, қасында апасы отыр, апасы кішкене ұйықтап отыр. Ішіп алған ау деймін. Шинкансен 0 следует до станции Токио. В общем, Токионың станциясына баратын сияқты. Біз японша или корейский иероглифтер түсінбейміз. Мына жерде полностью жаттап алдық десек те болады да, ондай. Күте тұр. Үстінде чемоданды көрген жоқпыз. Чемоданды көрдік. Бұл областьта аномалия жоқ. А чё, неге? Неге екінші вагонда тоже аномалия жоқ? Точно ма? Мынаның өзі аномалия сияқты что-то. Бір түрлі. Если аномалияны көрген болсаңыз, артқа қарай қашыңыз. Ешқандай өзгеріс жоқ. Алдыңғы вагонда байқамай қалдым. Мына знактарды көрген жоқпын. Сол үшін алдыға қарай жүре берейік. Так, мужик орнында отыр, чемоданы бар. Жақсы, сен отыра бер. Бұл ойын қандай қорқынышты жерлері бар екенін білмеймін. Сол үшін көру керек. Конничива. Да, шошытпашыш. Түсіндіретті ғой. Конничива, балам. Қалайсың? Сен кішкене кешіріңіз деп айт келесіз, жақсы ма? Әйтпесе көкелерің қартайған шошып кетіп жатыр. Нани штеру но? Что-то не так? Мата атта не. Мы что, опять встретились? Брат, бәсе, что-то түрің танысты, мен сені арғы вагонда көрген сияқтымын. お兄さんもゲームをしに来たの? Так, значит, ты тоже играешь в эту игру, братик. Қандай ойын? Мен ешқандай... 僕めっちゃ楽しみ. Ну, наконец-то. お姉ちゃんが起きないから暇 Мне なんだ. здесь так скучно, и сестра все не просыпается. Апасы оянбай жатыр екен. いくら待っても. Неше рет күттім. ごく待っても起きないんだもん. Сык дейді, в общем. Кешірім сұрайын. Но я очень рад, что теперь мы будем играть вместе. ゲームのルールは知ってる? Сен бала көп сөйлейді екенсің. Негізі бәрі оңай. 変わったことがあったら戻る. Если бір аномалия көрген болсаң, вагонда артқа қарай қаш. Вагондардың арасында ешқандай аномалия жоқ екен. Мына баланың айтуы бойынша. Бұл бала ереженің бәрін біліп тұр. Неге ойынды өзі тоқтатпасқа деймін да, бұл тупой. Еле қорқам екен, бір нәрсе болып қалады деп. Мен өзімде адаммын. Походу мен проводник емеспін. Мен тоже вагонға келген адаммын, пойызға. Токиода бір шаруалар шығып алып кетіп баратыр едім. Соның жолдан осындай бір аномалияға тап болдым. Тогда увидимся в конце. А чё, неге в конце? Бұл жерде де аномалия жоқ дейді ешқандай. Мына баланың сөйлегені аномалия болып санала ма? Бірақ саналмайтын сияқты. Мені басында ескертті бірден. Бұл областьта аномалия жоқ деді. В данной области нет аномалий. Неге? Үшінші вагон.
мынау аномалия ма? Күте тұршы. Мынау аномалияға жата ма? Бірақ та мені кірген кезде бірден ескертті. Аномалия жоқ деді. Аға, сіз қарайды екенсіз бері қарай, айтып жібересіз ба? Мына жерде аномалия көріп тұрсыз ба? Жоқ, походу, ешқандай аномалия жоқ сияқты. Онда алдыға қарай жүре береміз. Мынау не істеп отыр? Қасыңда братишкаң қайда? Вообще. Ояншы, вообще. Вообще оянбайды екен, үстінде чемодан. Короче, бізді қанша жерден ескерткен болса да, бірақ мына жерден мен аномалияның көкесін көрттім. Көке, қарамайсыз ба маған? Ары қарай өтіп кетейін. Бұл жерде, демек, аномалия бар. Біз артқа қашуымыз керек. Все. 6. Демек, біз 7 аномалияны табуымыз керек вагонның ішіне. Сонымен жаңағы главный машинистің вагонына барамыз. Так, мұнда мысық болды ғой, мен білем. Мысық болды, сары табличка. Wi-Fi керек бекен. Так, үстіндегі жазулар. Поезд Шинкансен 0 Токионың станциясына дейін барады. Все, түсінікті бәрі. Что-то... Аха, сен мужик ұйықтап отырғаның жақсы кеншем тұрып тұрғанына. Так, мұнда. Ең бірінші уровеннен ойлаш, менде аномалия жоқ деп ескертіп жіберді. Бірақ та кіріп көрсек, аномалияның көкесі тұр ғой. А че мынау не? Так, мынау аномалия ма? Күте тұр, қасында братишкасы отыру керек. Ол братишкасы, мен білмей тұрмын. Либо алға барайын ба, либо артқа барайын ба. Оның братишкасы вагонның ең басында кездесеміз деп маған соңғы сөздерін айтып кеткен болатын. Апа, оянасыз ба? Братишкаңызды қарамайсыз ба? Үлкен вагонның ішінде жоғалып кетті ғой. Қара, мен егерде мына бала аномалия болмаса, мен алдыға бара берем. Так, мында доктор тұрды, бәрі нормально, правила жазылып тұр, ереже, үстінде поезд Шинкансен 0 следует до Токио. Токиоға дейін барады. Егерде бұл аномалия болмаса, значит, баланы ары қарай өткізіп жібереміз. В данной области, я пошамайды, өтірік алдама. 5. Аха, все, бәрі нормально. Бала болмау керек екен. Бала ол уже вагонның басына кетіп қалған шығар. Аха, мужик, чемоданы бар. А чё, сенің түріңе не болды? Аха, манадан сондай сияқты. Так, екі қапталда жаңа екеуінің қай жерде отырғандарын жаттап алуым керек еді. Қай орында отырғандарын. Номер 4-те отыр. А чё, мен бірдеңе көрген сияқты болдым. Жүреміз. Мына жерде тоже аномалия ешқандай көрінбеді. Чемодан үстінде тұр. Демек, ешқандай аномалия жоқ. Біз алдыға қарай өте береміз. А чё, неге? Не болды? Мен не өткізіп алдым? Не өткізіп алуым мүмкін? Вроде бәрі нормально болды. Мысықтар бар. Үстінде Wi-Fi. Аха, табличка. Маған мына кішкентай нәрселерге де мән беру керек бекен, соны білмей тұрмын мен. Мына жерде 5. Датабол солай жаттауым керек па, неменің вагонның үшін? Номерлері ауысып кету шанстары қандай екен? Так, мужик ұйықтап жатыр. Пока что ең үлкен аномалиялармен жұмыс жасай тұрайық. Если тағы бірдеңелер жіберіп алып жатқан болсақ. Так, ұйықтап жатыр. Бәрі нормально. Ей, братжан, сен аномалиясың ғой. Все, обратно қашамыз. Арттан қуы жоқ, сразу айтам. Аномалия. Мен бірінші даже тексеріп жатқан кезде ана тұрғанын байқаған жоқпын. Все, номер 6. Так, мысық бар. Кішкене свет мына жерде тускловатый сияқты. Бірақ та сонда да алдыға жүріп көруіміз керек. Мужик, молодец, красавчик, орнында. Так, үстінде чемодан тұр ғой. Так, ешкім отырған жоқ па? Күте тұр. Что-то чемоданға қарайым деп жан-жағымды ұмытып кеткен сияқтымын. Так, мына әпшеміз отыр екен. Блядь, тағы шошып кеттім, прикинь. Мына жерде жаңағы тұрған шығар деп ойлап қалдым ғой. Мына фото екен ғой тұрған. Шинкансен следует. Так, Wi-Fi.
или наоборот тұр ма? Жоқ, ол ар жағында болған сияқты. Ебай! Мынау чемодан емес қой. Мынаны қара. Адам бүктеліп жатыр. Қаштым, жүгір. Арттан қуы жоқ, бірден айтайын. Мынау точно аномалия. Мен оны чемодан деп манадан қарап кеттім, бірақ вроде ұқсамайды чемоданға. Бесеу, 2 аномалияны таптық. Тағы қандай аномалия бар бізде мұнда? Тағы біреу бүктеліп атқан жоқ па? Аға, көкеу. Так, мына кісі 18-ші орында отыр. Жоқ, 16-ші орында. Анау 4-ші орында, да? Аха. Нормально. Қыз отыр, что-то вроде. Чемодан. Міне, чемодан, ден дұрыс адамның чемоданы мынандай болу керек. Поезд Шинкансен. Мында барады. Обратно. Так, күте тұр. Мен мында кімді көрдім? Или өзімді көрдім ба, жүгіріп баратыр. Біреуді көрген сияқты болдым. Жоқ, просто свет өшкен екен. Мына жерде бәрі нормально. Ешқандай аномалия жоқ. Ешқандай аномалия көріп тұрған жоқпын. Номер, сандар бәрі орнында. Ештеңе ауысқан жоқ. Аха. Значит, бізде аномалия жоқ. Алдыға қарай қозғала беруге болады смело. В данной области нет аномалии. Мына жерді меңзеп тұрған шығар. Мына жерде вот аномалия ешқандай да жоқ. Тағы да екінші аномалияны тапқаннан кейін бізді обратно лақтырып жіберді. Что-то не жаттауым керек мен? Полный жаттауым керек па не сонда мына жердің бәрін? Мысық тұр, табличка тұр. Прям сөздеріне дейін мән беріп бетіп қарайтындай ойын емес шығар бұл. Мені бір жерде явно жынды қылып отыр. Так, мына мужик бар, үстінде костюмы бар. Вот, голый жатса, если аномалия деп санауға болатын еді. Бірақ бәрі нормально. Так, чемодан орнында. Жаңа қыз қайда? Қыз бар. Бірақ мен аномалия неде болғанын түсінген жоқпын шынымен. Светтің каждый өшіп жанғанда аномалия ма? 35 отражением бар, менің өзім көріп тұрмын өз-өзімді, бірақ басымды көре алмайды екенмін. Так, мында аномалия жоқ. Бәрі таза. Айттым ғой. Ачо ана мужиктің басы? Неге ояу отыр мынау? Ұйықтамайсың ба, аға? Көкем-ау, түн болды ғой, ұйықташыш. Так, станция Токио. Все, болды, мына жерде Токиоға бара тұрған түсіндік. Мынау аномалия. Бірден айтайын, аномалия. Бірақ алды сонда да бір барып тексеріп қайту керек. Өйткені бізде мына сер жігітіміз ұйықтау керек. Сен де ұйықтап атсың, да? Нормально. Бірақ мынау аномалияға саналады. Чемоданнан қорқу өлетін болдық, әкең ауыз сыйлайын. Өйткені мына жігіттің будильнигі соғып қалған екен да. Әу, көкеу! Маған қараш, бір қараш. Жақсы, обратно қашамыз. Демек, бізде 5-ші вагонға келдік деген сөз. Қара. Хоп, айттым ғой. Мына көкемнің басы қисайып, мынау маужырап отыруы керек. Так, Wi-Fi, огнетушитель, стрелка, значок, мысық. Үстінде станция Токиоға дейін барады. Все, понятно. Ол жағын түсіндік, Токиоға дейін баратыныңды. Аха. Оң жақ, сол жақ ешкім жоқ па? Кешіріңіз, мужик, сізде өтіп кетіппін ғой. Так, міне, ұйықтап отыр. Ұйқыңыз тыныш болсын, главное. Так, чемодан орнында. Мына қыз ұйықтап отыр. Оянбайды мүлде. Аха. Демек, біз сияқты жаңағы кішкентай балада осы вагонның ішін аралап жүр деген сөз. Ол да аномалия іздеп жүр, біз ұқсап. Айттым ғой, 4-ші вагон ешқандай аномалия болған жоқ. Үстінде Wi-Fi бәрі бар, поезд Шинкансен 0, Токиоға дейін барады деп жазылып тұр. Бәрі жақсы. Орнында
Мені что-то ең басындағы жуткий аномалиялар қорқытып жіберді. Мына жерде енді ойлашы, чемоданның орнында адам бүктеліп жатыр. Сен не ойлайсың дальше? Если ең басындағы уровендерде сондай нәрсе берген болса. Ага, әпшеміз ұйықтап жатыр. Бізде мынау всегда өйстіп күліп тұр ма еді? Әлі серьезно тұр ма еді? Түсініксіз. Так, мына беттен 3 столдан болды ма? Екеуден болған жоқ па вроде? Мына жерде ешқандай аномалия жоқ деп есептесек болатын сияқты. Артық жүрген ешкімді көріп тұрған жоқпын. Көрек. 3-ке өттік бекен. 3-ке өттік. Демек, бізді 3 аномалия тапқаннан кейін бұл ойынды аяқтап смело кетіріп тастай берсек болады. Өйткені қанша жерден аномалияны жақсы көріп ойнайын, бірақ та мынау дейтін ойнап отырғанның өзінде сендерге көріп отырған кезде қандай сезім беретін білмеймін, бірақ ішіне кіріп ойнасаң өте андайды жутковатый, мрачный атмосфера береді. Маған 3-ші вагон қатарынан аномалия бермеуі мүмкін емес. Так, поезд Шинкансен, но следует до станции Токио. Бір жүгіріп өтейін, тез шулатып мына жерді. Аха, мына мужик жатыр, чемодан орнында, мысық бәрі бар, Wi-Fi. Шинкансен следует до станции Токио. Все тамаша. Бізде демек ешқандай аномалия жоқ деген сөз. Смело ары қарай өтіп кете береміз, бірақ дейтін мынау уже біртүрлі болуда. 3-ші вагонға келдік. Ну, точнее, тек 3 вагон қалды. 2-ге келдік, мынау сразу аномалия. Артыңа қарамай қаш. Жүгір. 1. Енді бір аномалия тапсам, все. Мына ойынды жеңдім. Так, мужик қайда? Мужик бар. Мужик отыр. Мужик ұйықтап жатыр. Мужик тыныш отыр. Артында бір шылпылдаған дауыс шыққан сияқты. Так, мына жерде. Әпшем ұйықтап жатыр. Маған что-то бірдеңе бересіңдер ма бүгін? Нешінші вагонға келіп жатырмын уже? Аномалия әлі де жоқ. Станция Шинкансен Токиоға дейін барады. Все, мына жазуы дұрыс. Мына жерде бағалар примерно дұрыс болып қалу керек. Если мына екеуінің орны ауысып кетпесе. Енді аномалияны датауы оған дейін тық қоймаған шығар. Все, онда мына жерде аномалия жоқ. Демек, біз ойынды смело өттік деген сөз. 0, прикинь, вагон 0. Мына жерде аномалия бола ма? Или мен ұттым ба? Последний вагон ба, или мынау? Походу көреміз сонда да. Кішігірім детальдардың өздеріне. Аха. Күте тұр. Мына жасыл зат. Жоқ, нормально. Оң жағында. Чо? Күте тұр. Мына жасыл зат мына жерде тұрған сияқты. Следует до станции Токио. Егерде мен байқаған болсам, мына жасыл зат мына үстінде тұрған сияқты. Ан жақта бір тексеріп келейін, бір шолып келейін, содан кейін айтам. Аномалия ма? Аномалия емес па? Аха, мужик ұйықтап жатыр. Тыныш бәрі. Аха. Нормально, оңға, солға. Жаймен қараймыз. Мына қыз. Аномалия! Прикинь, терезеден екінші отражением көріп қалым. Қаш. Қарама, артыңа қарама. Бұрылма. Что-то көзім түсіп кетті. Все, болды ма? Тіке жүгіріп тастасам ұтам ба? Аш! Не болды? Аш! Ойбай, әкең аусы сүйген. Не отыр, Благодарю вас за использование поезда Шинкансен. ただいま当列車におきまして線路上での接触事故がありましたので安全確認のためしばらく停車いたします。 Аварийная ситуация. 運転再開におきましては現在見通しが立っておりません。 К сожалению, 本 мы не 日は можем. お急ぎのところ誠にご迷惑をおかけいたします。
В общем, жүре Attention please. We have stopped momentary due to one injury. пока что There is no plan for the train to stop at this. пока что жүре алмаймыз дейді. Поезд қашан жүріп бастайды, ол жағын білмейміз, пока бұзылды дейді. Блядь, шошытпашы адам. Осы бала шошытып бітіретін болды ғой. Че там, не болды, お айта 兄 бер. さんすごいね Братик, ты потрясающий. От 成 души. 功したんだね У тебя получилось. От души. キョロキョロしてどうし Что たの случилось? Почему ты так оглядываешься? Бля, білмеймін, что-то сен қорқынышсың. もしかしてここが運転室になって Ты るって思った подумал, что кабина машиниста уже здесь? Еба, прикинь. Мен машинистің вагонына жеткен жоқпын. Баланың өзі айтып тұр ғой, прикинь, сен долбоеб. Че там, бірінші вагонға жеттің деп ойлап қалдың ба не дейді? 冗談はよしてよ Очень смешно. Я, күлкілі, күлкілі. 新幹線にはグリーン車があるんだよ Ты же знаешь, что у Синкансена есть зеленые вагоны? Әлі жасыл вагондар бар екен, білесің ба? お兄さんなら知ってるよね Сен білдің ғой, айтшы шынымен. うーん Бля, білген жоқпын. じゃあ Кешірші. ね運 Эм, 転室はどこでし кеттік ょう онда. И где тогда, по-твоему, кабина машиниста? Біз, получается, вагонның ең соңынан бастаған болып тұрық қой. Былайынан келеміз, ортасындағы вагон бар, и алдағы вагон, и сүйреп жүрген машинистің вагоны бар сияқты, походу. Бірақ маған үшінші вагон туралы әлі ешкім ештеңе айтқан жоқ. それはねグリーン車の向こうだよ В общем, жасыл вагондар бар, соның ар жағында. 僕が0号車の次って言ったって Вагоны под номером 0. Разве я говорил, что кабина? А, жоқ, брат, сен онда ештеңе айтқан жоқсың, братишка. 0号車っていうのはグリーン車の0号車のことだよ В общем, мана нулевой вагон деп айтырғаны зеленый, жасыл вагондардың ар жағындағы 0 екен. Біз синийді өттік қой, типа, мен ойлап отырсам, ой, смело өттім, что там ойын осымен аяқтайын ба, осын салам ба деп. Что-то олай емес екен. まあ確かに僕の Можешь мне 説明 ссылай が объяснить 下手くそ получше? だったかも Я әкең ал сыйлайын, дұрыстап түсіндірмейсің ба? それはそうといい今度はさっきと反対 В общем, ереже кішкене өзгертілді дейді. Енді шатасып кетпейсің ба дейді. Білмеймін, қазір 変わっ көреміз. たことがあったら進んで Егер сен аномалия көрсең, алдыға қарай жүгір дейді. なかったら戻るんだよ Если бәрі нормально болса, артқа жүгіресің дейді. 3回間違えるとお化けが来るから気をつけてね Так, бірақ та абай бол. Если 3 рет қателессең, сенің артыңнан призрак келіп көтіңді бірақ айрат дейді. Көтіңнің тесігінен сүйет дейді. Көреміз. 僕はお兄さんを応援してるよ Я болею за тебя, братик. От души, спасибо. Все, давай, мне надо идти, братишка. Закрой дверь. ね А чё? Не ол? えお兄さん Ау? なんで僕たちはこんなところにいるんだろ Қалай ойлайсың, біз мына жерде қамалып қалдық па? Білмеймін, братишка. Қазір амандық көкелерің барады, вагонның машинисіне барады. Мынау чё за вагон деп басынан сарт-сарт етіп балталатып жібереміз, сонымен бәрі нормально болады деп ойлаймын. うなんか変だなって思わない Разве это не странно? Конечно, странно бұның いや бәрі. 気にしないで Ай, маңызды емес. とりあえずゲームを終わら Давай, せよう ойынды бітірейік уже дейді. じゃあまたね Көріскенше, сен көрсе береді екенсің. Негізі туалетке кіргенде есікті кілттеп аласың ішінен, жақсы ма? Все, дальше кеттік. Опа-но. Нормально ма или қатып отқан сияқты ма? Так. Мына вагонның ішінде бізде пока что аномалия жоқ сияқты.